Мәжілістің жалпы отырысында депутат Берік Бейсенғалиев қосымша құн салығын өсірсе, Қазақстан орталық Азиядағы ең қолайлы салық режимі мәртебесінен айырылуы мүмкін дейді. Депутаттың келтірген бұл дерегі рас па? Бұл сұрақтың жауабын бірге зерттейік. Оған дейін каналға жазылып, лайк басуды ұмытпа. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Берік Бейсенғалиевтің келтірген дерегі мынау. Данный эффект подтверждает в том числе опыт нашего соседа Узбекистана. Недавно узбекские власти вновь снизили ставку НДС с 15% до 12%. Депутаттың бұл дерегі шын. Өзбекстан 2023 жылы қаңтарынан бастап қосымша құн салығын 15%-тен 12%-ке дейін төмендеткен. Алайда Өзбекстанның экономикалық зерттеулер және реформалар орталығының хабарлауынша, қосымша құн салығының проценті азайғанымен 2023 жылғы қаңтардағы салық түсімдерінің көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,3%-ке өскен. Енді келесі мәлімдемемен таныссақ. Необходимо отметить, что повышение ставки НДС может лишить Казахстан статуса страны с самым комфортным налоговым режимом Центральной Азии, что неизбежно ухудшит инвестиционную привлекательность национальной экономики. В частности, в Китае ставка НДС составляет 13%, в Кыргызстане 12%, в Южной Корее 10%, в Объединенных Арабских Эмиратах и Канаде по 5%. Депутаттың дерегі рас. Дүниежүзілік банктің Doing Business Report есебіне сай, орталық Азия елдері ішінде Қазақстан салық төлеу көрсеткіші бойынша ең жақсы ел саналады. Бұдан бөлек менеджментті бақылаудың халықаралық институты дерегіне сәйкес, Қазақстан салық саясатына қатысты субрейтингте 64 елдің ішінде 6-шы орын алған. Яғни еліміз бұл рейтинг талаптарына сәйкес жақсы көрсеткішке жеткен. Дегенмен 64 елдің ішінде орталық Азияның басқа да елдері жоқ. Сондықтан да біз басқа елдерге қатысты ештеңе де айта алмаймыз. Ал енді қосымша құн салығына келсек, Қырғызстанда 12%, Оңтүстік Кореяда 10%, Біріккен Араб Әмірлігі мен Канадада 5%. Алайда Қытайдағы жағдай сәл өзгеше. Астық, жеуге жарамды өсімдік майы, кітаптар, газеттер мен журналдар секілді тауарлардың қосымша құн салығы 13% екендігі рас. Бірақ Қытай билігінің саясатына ақпаратқа сәйкес, басқа да тауарлар мен қызметтерге қосымша құн салығының көрсеткіші 17%. Егер мақаладағы басқа да ақпараттармен толығырақ танысқыңыз келсе, сипаттамада көрсетілген сілтемеге өтіп, оқи аласыз. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.